Армысыздар, құрметті YouTube көрермендер. Сіздермен бірге Қазақша психоанализ каналында Заңғар. Және бүгін біздің қонағымыз Орталық Азия психоанализ институтының психологы, психоаналитик Гүлзат ханым. Қош келдіңіз. Бүгін біздің талқылайтын тақырыбымыз психолог деген кім? Және ол бізге қандай көмек көрсете алады? Оқыған психолог кім? Оқымаған психолог кім? Жалпы бізде қазір дайындық жоқ. Тек қана импровиз. Нағыз оқыған маманның пікірін тыңдап көрейік. Сонымен Гүлзат ханым, психология деген не? Психолог деген кім? Жаңа есімді айттыңыз. Мен 3-ші курс студентімін. Психоанализ институтының Орта Азиядағы. Енді біз оқудағы психоаналитик деп аталамыз. Бұған енді бір сатылар бар ғой. Психолог бар, мүмкін психолог диплом алған, теориясы бар. Жаңағыдай 4 жылдық вузды, жоғары оқу орнын бітірген адам психолог болып санала береді. Бірақ практик психолог деген бар, яғни теорияны ғана емес, ол яғни практикасын жүргізеді, клиент қабылдайды, сол теориясын практикада қолданады. Одан кейін енді әртүрлі бағыттар бар. Соның ішінде енді өзімнің білетін психоанализ бағытымды айтсам, біздерде ол практика тек қана клиент қабылдаумен шектелмейді. Біздегі практика ол жеке анализ, өзіміз яғни пациент болып, психологтың, психоаналитиктің кушеткасында жатып, немесе алдында көзбе-көз отырып, өзіміз анализден өтуіміз. Бұл психоанализ бағытындағы психологтар үшін практика жеке анализі және де клиент қабылдау. Және клиент қабылдағаннан кейін бәрібір енді кез келген салада солай ғой. Бірінші жұмысқа кірдіңіз ба, жоғары оқу орнын бітіріп барыңыз, магистратура бітіріп барыңыз, сізде қателіктер болады. Сіздің біреуден үйренуіңіз керек болады. Бір тағылымдама, тәжірибеден өткен кезде тап сол сияқты бізде ол супервизия. Ол енді толықтай сіз психолог ретінде клиент қабылдап практика жүргізесіз ба, өмір бойы өтесіз, личный анализден де, супервизиядан да. Енді бізде психоаналитик деп жаңа айтып кеттіңіз ғой. Психоаналитик болған мысалға Анна ханым, Мануэль Мартинес, ол кісілердің енді мен нақты саннан қателесуім мүмкін 40-50 жылдай осы салада жүргендеріне. Мысалға әлем бойынша Отто Кернберг бар, Нэнси Маквиллимс бар, яғни тірі классиктер деп айтуға болады осы психоанализ бағытының. 90-дан келді, 80-ге таяп қалған кісілер. Ол кісілерде психоаналитик болып аталады. Өйткені психоаналитик болу үшін белгілі бір ұйымның мүшесі болу керек, және де стандарттарын орындау керек. Ол стандарттардың ішіне жеке анализ кіреді, супервизия кіреді, және де оқу клиенті деген болады. Енді орысша учебный клиент деп айтамыз. Соны жүргізу супервизиямен, яғни сіз аптасына ол клиентті 4 рет қабылдайсыз ба, айына 4-тен 16 рет қабылдайсыз ба, яғни 16 супервизияңыз, сессияңызда әрқайсы супервизиядан өтеді. Яғни сізден біліктірек, сізден тәжірибесі көп маман сіздің жұмысыңызға баға береді. Ол жерде енді супервизия дегенде протокол жазылады, бірақ жаңағыдай пациенттің аты жөні, мекен жайы, немесе түр-түсі, суреті деген сияқты нәрселер сипатталмайды. Мейлінше ол құпия беріледі. Тіпті психоанализ бағыты енді мысалға медицинадан көп нәрсені алған. Деонтология деген бар, ол осы медиктерге, дәрігерлерге бөлек оқылатын бір сабағы деп айтайын. Ол яғни мысалға дәрігерлер құпиялықты сақтайды ғой. Мысалға бір пациентте ауру бар ма, ол мысалға пәленше түгенше деген мынандай ауру деп жария салмайды. Мысалға тағы не бар, енді әртүрлі инфекциялар болуы мүмкін. Оны жаңағыдай рұқсатымен келесі партнерына хабарлайды. Яғни бір құпиялықты сақтайды. Мына жерде олар қалай әрекет ету керек, мына жерде қалай әрекет ету керек. Тап осы бағытын Фрейд психоанализді құрған кезде психологтарға, яғни психоанализ бағытындағы психологтарға алған. Яғни біз құпиялықты сақтауымыз керек. Оның бір бұзатын қағидаттары болады. Егер ол нақты қылмыс болып тұрса, клиенттің жаңағыдай ол фантазия емес, басына бір өлім төніп тұрса, немесе бір нақты енді Қазақстан Республикасының заңнамасына және психологтардың этикалық нормаларына сай келмейтін бір қылмыс жағдайлар болған кезде, оны біз құқық қорғау органдарына хабарлайтын жағдайлар болады. Бірақ ол енді өте сирек жағдайлар деп айтсам болады. Енді бұлай, психологияға, психологтың көмегіне сонда ауру адамдар жүгіне ме? Содан кейінгі сұрақ. Психолог қалай көмектеседі, психоаналитик қалай көмектеседі? Және бүгінгі мына интернетте жүрген мен психологпын деп 2-3 күн, 2-3 апта бір курс оқып алған кісілер қалай көмектеседі? Осылардың ара жігін ажыратып бере аласыз ба? Жаңа бірінші сұрағыңыз, психологтарға кімдер барады, аурулар бара ма деген. Негізі бұл андай посткеңестік адамдар, посткеңестік елдердегі адамдардың сұрағы шығар. Өйткені енді біз тарихтан білеміз, кеңес одағында ол көп нәрсе тыйымда болды.
тіпті психология емес, мысалға киімдердің өзі, мысалға сіз джинсы алу үшін оның өзі қазіргідей бір ашық доступта болған жоқ. Сол сияқты психоанализ бағыты нақты ол тыйымда болған бағыт. Және де мысалға енді Америка ашық қоғам деп айтады, оларда бұрында да бір шектеулері болды, бірақ енді кеңес үкіметінің оның жүйесімен салыстыруға келмейді ғой. Мысалға ол жерде қоғамда әртүрлі ауытқуы бар, шизофрения болды, тағы да басқа диагноздармен адамдар ашық жүре беретін болса, кеңес үкіметінде бізде олар жоқ деді. Негізі жоқ емес қой, негізінде бар, бірақ оларды бір жеке бір орталыққа, психбольницаға жапты. Яғни содан кейін бізде енді посткеңестік адамдар үшін, үлкен поколение үшін, олардың ұрпағы үшін де пси деген сөздің бәрі бір ақмақ, жынды, есуас деп қабылданады. Енді бұл жерде қарау керек. Мысалға егер қандай да бір диагноз болатын болса, енді психолог бар, практик психолог бар, психиатр бар, психоаналитик бар, әртүрлі бағыттар бар ғой. Мысалға психиатрның өзінің пациенттері бар. Психиатр ол кім? Ол медициналық білімі бар адам. Яғни дәрі дәрмек жазуға құзыреті бар. Егер ондай күрделірек жағдайлармен, дәрі-дәрмек бермейтін жағдайлармен психиатр жұмыс жасайды. Мысалға олар диспансерлерде жұмыс жасауы мүмкін. Ал мысалға психоаналитик психологтарға ол ешқандай да, мысалға ешқандай қолыңызда бір диагнозыңыз, қағазыңыз жоқ, бірақ жаныңызға батып тұрған бір мәселе бар, соны шешу үшін келіп талқылап, сеттингімен ақылдасып, яғни шарттарын біліп, кез келген адам жұмыс жасай алады. Яғни менің жаным ауырды, бір қолыңызға тікен кіріп тұр деген, сол тікенді өзіңізден алмай жатырсыз, әлі батып тұр, сол жанға да батып тұрған бір тікеніңіз бар ма, соны шешу үшін келе бересіз. Ал ары қарай мысалға 2-3 апталық, 2-3 айлық курс өткен психологтар деген негізі 2-3 айда ол психологияны меңгеру мүмкін емес. Жаңағыдай бұл теория бар. Мысалға университеттердің өзінде ол теорияны 4 жыл оқиды. Бірақ ол тек қана жалаң теория. Ал жалаң теориямен адам ары қарай практикасын жүргізу ол енді былайша айтқанда мүмкін емес. Сіз жаңағы Фрейдті білуіңіз мүмкін, Юнгты, Адлерді білуіңіз мүмкін, басқа да психологтарды біліп, теорияны біліп тұруыңыз мүмкін, бірақ өзіңіз жаңағыдай мысалы Эдипов комплекс сөз жүзінде білесіз, бірақ шешеңізге әкеңізді қызғанып, оның ішіндегі бір анаңызды жақсы көресіз, сізді туған адам, бір рахметіңіз бар, бірақ әкеңізді қызғанып бара жатсыз, бұл сезімдерді ауызбен айтып, жүрекпен сезіп, бір ашуланып, одан кейін сол сезімдер үшін адам өзін кінәлап, бір түрлі бір сезімдердің реңгін кеше алмаған адам алдында сондай әңгіме айтып тұрған адамды түсіне алмайды. Теория жүзінде сондай нәрсе бар, ол мынандай грек аңызына нақтыланған, сүйенген деп нәрсе айтуы мүмкін, бірақ бәрібір өзі дәмін татып көрмегеннен кейін, мысалға бір тропический жеміс деп алайық, тропикалық жеміс, манго деп алайық, біз жақта өспейді, ол бізге алма сияқты емес. Ол сол мангоның дәмін барып татып көрмейсіз, мен сізге айта алмаймын ғой, ол мынандай дәмді тұрады, барып жеңіз деп, өйткені мен өзім білмеймін ол не нәрсе екендігін. Тап сол сияқты ол 2-3 айда біріншіден теорияның барлығын меңгеру мүмкін емес, өйткені психоанализ бағыты Фрейдтен бері ол қаншама классикалық психоанализ бар. Ал Фрейдтің теорияларында оның өзгеріс енгізген, қазір пайдаланбайтын, шәкірттері басқаша толықтырулар енгізген, тіпті Карен Хорней сынаған, жоққа шығарғанда кездері бар. Ол классикалық психоанализбен, енді бүкіл психологиялық бағыттар психоанализден тарайды ғой. Қазіргі современный, енді заманауи қазір қолданатын психоанализ ол бөлектеу. Сондықтан бірақ біз бәрібір тек современный заманауи психоанализді қолданамыз да, сол терапиялық бағытты қолданып, мына классиканы сырып тастаймыз деген тоже ол да болмайды. Яғни бәрібір оның Фрейдтен бері келе жатқан, ол Фрейдтің алдында да Аристотельден келетін нәрсе бар, яғни ол да бір жақтан алды ғой бұл теорияны. Соның барлығын зерттеу ол 2-3 айда мүмкін емес. Екінші, ол 2-3 айда тіпті терапиясы болған күннің өзінде де ол 2-3 айда бір терапиямен бір адамда өзі жетістікке жетуі де мүмкін емес. Мысалға коучтар болады. Бір реттік жаңағы вебинар, семинарларда көмектесіп жатуы мүмкін. Бірақ ол симптомды емдеген сияқты ғой. Сізге сол моментте жаңағыдай молодец, қолынан келеді, давай деп ынталандырып жіберген әсер етеді. Бірақ ол әрі қарай түпкі жұмыс емес. Мысалға жаңағы психоанализ бен медицина қатты ұқсайды дедім ғой. Ауырған кезде сыртқы симптомдар бар. Мысалға тамақ жөтеліңіз кетіп қалды, тамағыңыз ауырып жөтелуіңіз мүмкін, температура көтеріліп кетуі мүмкін.
тағы басқа да бір әртүрлі нәрселер болады. Бірақ сіз мысалға тамаққа дәріңізді сорып іше беріңіз, бірақ ары қарай бір басқа ішкі құрылысыңызда не болып жатыр, оны зерттемей, анализ тапсырмай, жаңағы жалпы қан анализін тапсырмай, басқасын білмейсіз, нақты себебін білмейсіз ғой. Ол мысалға сіз сол моментте симптомды емдеп қойдыңыз, қайта шығуы мүмкін. Психика да солай. Мысалға адам қазір күйеуімен ұрыса беруі мүмкін. Оған сыртқы себебі мүмкін ақша жетпей жатыр, қаражат жетпей жатыр, мүмкін күйеуі үйде көмектеспей жатыр, телефонына жатып алады. Мысалға сонымен екеуі келісіп шеше қойсын дейік. Бұл 1-2 ай, мүмкін 4-5 ай жақсы өмір сүреді. Бірақ ары қарай ол қыздың енді бұл екеуі ерлі зайыпты ғой, ал ерлі зайыптылардың оған дейін әке-шешесінен көрген модель бар. Мүмкін әке-шешесі сондай бір-бірімен ет пен мысық сияқты болған адам шығар. Мүмкін ол жерде отбасылық зорлық-зомбылық бар шығар. Сол жерде қалып қойған бір ауыр естеліктер, мысалға мына жерде де күйеу, ол әкесіндей емес, мүмкін мүлдем басқаша отношение жасайды, бірақ сол бір елесі алдына келе беретін болуы мүмкін. Яғни бұл жерде тек қана жаңағы мен 2-3 ай бұрын күйеуіммен кикілжіңге келіп қалдым емес, мен 20 жыл бұрынғы әке-шешемнің арасындағы ерлі зайыпты ретіндегі қарым-қатынасы қандай, сол нәрсеге дейін бару керек. Сондықтан да бұл жаңағыдай кейбір коучинг тағы басқалар бергі жағымен жұмыс жасауы мүмкін, ол да көмектеседі. Бірақ егер сіз жаңағыдай бастапқы сол өмірге келген кезіңізден бастап, әке-шешеңіздің танысқан кезінен бастап, тіпті бала жатырға біткенде емес, ойға біткенде уже өмірге келеді деп айтады ғой, бұл қазақтың сөзі. Сол кезден бастап зерттеймін десеңіз, онда ұзақ уақыт терапия бағыттарына баруыңызға болады. Енді мынандай сұрақ болып тұрды менде Гүлзат ханым. Көп адам айтады, маған өткенімді еске алу ауыр дейді. Не керегі бар соның дейді. Маған қазіргі сәтімді дұрыстап бер, өзгертіп бер дейді. Ал қазіргі жаңағы 2-3 апта курс оқып алған психологтарымыз как раз офер маркетингте осындай. Бір күнде сені бақытты адам қылып шығарам дейді. Енді осы жерде не істеу керек ана адам? Өзі еске түсіргісі келіп тұрған жоқ. Мына жақтан жылт-жылт етіп қызыл-жасыл маркетинг ұрып тұр. Қалтасындағы миллионын соған апарып береді. Бірақ 1-2 айдан кейін қайттан сол депрессиясына, сол күйіне қайттан келеді. Бұл адамға қандай кеңес бересіз, не істеуге болады сонда? Мысалға жаңағы теориядан ғой, қорғаныс механизмдер деген бар. Адамда әртүрлі қорғаныс механизмдері болады. Мысалға бір жағдайды алайық, жақыны қайтыс болды дейік. Ондай адамдар көбінесе қандай фраза шығады? Ол мүмкін емес, ол тірі дейді. Жоқ, ол келеді дейді. Кәдімгідей мысалға ақылға қонбайтын нәрсе. Ол кісі қайтыс болды, кеше мүмкін жерлеп тастады. Бірақ ол адамның психикасы кәдімгідей көтере алмай жатыр, ана кісінің жоғалып кеткені мүмкін. Ол ет жақын адамы, туғаны, баласы, әкесі, шешесі деген сияқты. Психикасы қабылдай алмағандықтан ауыр факті, ол факт қой қайтыс болғаны. Қабылдай алмағаннан оны жоққа шығарады. Яғни ол психиканың қорғаныс механизмі. Ол оған дейін мысалға бір интеллектуалды адам болуы мүмкін, оққан-тоққан адам болуы мүмкін, өзі бір көмектесетін профессияда жұмыс жасауы мүмкін. Бірақ кейбір мысалға енді қорғаныс механизмдер екіге бөлінеді. Примитивный деген қалай екен, енді жеңіл қорғаныс механизмдер, күрделілеу деп, бұл қорғаныс механизмдер деп алайық. Мысалға күрделі қорғаныс механизмі бұл жағдайда жақыннан айырылған уақытта көмектеспеуі мүмкін ана адамға психикасын сақтау үшін. Ол психикасын сақтау үшін сол жеңілдеу жаңағы жоққа шығару қорғаныс механизміне кетіп қалады. Ол қорғаныс механизмі ол адамға көмектеседі, психикасын былай шытынап кетуден көмектеседі. Мысалға енді тыңдап отырған адамдар мамандар емес шығар барлығы, былай түсіндіріп көрейін. Сол қарапайымырақ жеткізсеңіз. Мысалмен айтып көрейін. Бір пациент болды, бір коучинговый неден келген, түсінуімше ол вебинар онлайн түрінде болған, және 100-150 мүмкін 200, бірақ 100-ден асатын адам неде болған. Сол кезде маман жаңағыдай ол кісі бір оқиғаларын, ойларын айтқан кезде оның қалай айтсам болады, 1-2 мәселелерін байқаған. Сосын тағы бір нәрсені айтқан, өзі жас босанған ана, ол жас босану деген сөз, мысалға жалпы әйелдер үшін тұрмысқа шығу, өз ортасын тастап кету, және де босану, ол психоз. Психоз дегеніміз жаңағыдай, енді қазақшалап, қарабай, ыржабайлау айтқанда жалпылай естен адасу. Ол кішкене шытынау. Ал баланың мына тілін түсіну үшін, іңгәлап жатқан, сөйлей алмайтын анада, мынада ересек, мысалы 30-20-дағы үлкен ана, мына кішкентай баланың деңгейіне түседі. Ол да сол бала сияқты болып кетеді.
былайша айтқанда. Әйтпесе ол баланы түсіне алмайды. Мысалға кейде қарайсыз ғой, ана бала жылап жатады, мысалы сіз үшін жылап жатыр, бірақ мамасы оны түсінеді, жоқ қарны ашып жатыр. Тағы жылайды, сіз үшін тағы жылап жатыр, бірақ мамасы түсінеді, жоқ арысын білдіріп алды деген сияқты. Ол сол ана баланың деңгейіне түседі. Яғни былайша айтқанда, енді терминмен айтқанда ол психоз. Жаңағыда енді бізде қазақта әпшу беру деген дәстүр бар ғой. Үйінде бір ер кісі сол әпшу алатын болған. Енді кейін сол нәрсені көңіл толмағаннан кейін жаңағы коучингке барып айтқанда, ол кісі айтқан, сіздің атаңызда бессознательное влечение к педофилии деген. Негізі окей, қазақтың дәстүрінде әпшу алу деген бар. Ұнамаса басқаша сөзбен жеткізесіз, бірақ педофил деп емес. Өйткені ол педофилия бөлек, ол жаңағы енді әпшу алу деген дәстүр бөлек. Көбінесе оны киім сыртынан істеп жатады, немесе басқа бір түсініктеме беріп жатады. Яғни екеуі тең нәрсе емес. Я ұнамаса талқылаңыз, сөйлесіңіз, жасамай-ақ қойыңыз деп айтсаңыз болады. Мысалға мен болашақта оның сондай ер адам ұстағаннан кейін ер адамға қарай әуес болып кете ма деп қорқам, я болмаса келесіде көшеде шынайы педофил жолыққанда өзін қорғай алмай қала ма деп қорқам, өйткені әпшу ұстайын деп жатыр ғой деп ойлап қалар деген сияқты жеңілдеп жеткізуге болады. Бірақ жаңағы енді коуч ол жас ана бәрібір инстинкт болады, мен баламды қорғауым керек. Аналар қарап отырса, олар балаларды мысалға жаңа туылғанда көбінесе тексере береді. Аналар пықты тревожный болады. Ана мұрнын тексереді, демалмай қалып жатыр ма, іші жүрегін тексереді. Барлық енді ол кішкентай ғана шарана ғой. Содан кейін аналарда енді мазасыздық өте көп болады. Ол дұрыс та. Сондай бір деңгейде жаңағы кісі оны тарс еткізіп айтып тастаған, бұл педофилия, бессознательный педофилия деп. Ал ол кісі бейсана, сана деген нәрсені қаяқтан ажыратсын. Мен мысалға, мені қазір қарап отырғанда біраз терминді бәрібір түсінбейді. Тап сол сияқты ғой, ол кісі түсінбей қалған. Үйіне барып тап солай айтқаннан кейін ұрыс керіс болған, оны соңында таяқ жеген, сондай кәдімгідей көкпеңбек синяктармен келіп отыр. Бұл бәрібір бірінші кезекте маманның жіберген қателігі. Өйткені ол кісі олай айтпау керек еді. Ол кісі бірінші анамнез жинау керек. Неге бұл кісіге жаңағыдай әпшу алу, мүмкін егер біз европейец болсақ, ойбай деп шошып кетуге болады. Бірақ біз бәрібір қазақпыз, біздің өткенімізде сондай нәрсе бар. Бір жеңілдеу қарауға болатын еді. Неге бұған соншалықты қатты тиіп жатыр? Өзінің историясына не болды екен? Өзі тап осындай бала болғанда не болды екен? Бәрібір анамнез деген енді бір тарихын жинау ғой, соны жинап алу керек еді. Содан кейін структурасына қарау керек еді. Бәрібір енді ол психоздағы адам дедім ғой. Ол мысалға оның алдында босанбай тұрғандағы жағдайында емес, психикасы ол күйде емес. Сондықтан да бәрібір айтар сөзін, және оны кімге қалай айтады, және оны қашан айтады. Мүмкін бірінші қабылдауда біз байқауымыз мүмкін бір адамға. Бірақ ол интерпретация ерте болғаннан кейін ол интерпретация төбесіне бір соққы ұқсап тиетін болғандықтан тілімізді істейміз. Оған мысалға 6 айдан кейін дайын болуы мүмкін, 6 жылдан кейін дайын болуы мүмкін. Ол адам сол кезде айтылады. Тіпті пациенттердің өздері де мысалға 2 жыл терапияда жүр, сол мен сізге 2 жыл бойы айтпай келдім деп бір өздерінің ауыр бір оқиғаларын айтып береді. Өйткені 2 жыл бұрын оны айтуға өзінің психикасы оны өз аузымен айтып, құлағымен естуге дайын болған жоқ. Сондықтан да бұл жерде абайлау керек. Түсінікті. Келесі сұрағым Гүлзат ханым. Қарапайым адамдарға, психологияның не екенін білмейтін адамдарға не үшін біз өткенге қайтуымыз керек? Просто так бақыт болсақ болмай ма деген сұраққа жауап бере аласыз ба? Қарапайым дейді. Мысалға үйді алайық, фундамент. Мысалға ол кірпіштен құралады ғой. Сіз әр кірпішіңізді мысалы 1 ай, 2 ай, 12 ай, 1 жас, 2 жас, ол сондай. Мысалға тап осы жерден бір кірпіш жарылып жатыр дейік. Мына бір кірпіш жарып, уатылып қалсын, мына төбедегі білмеймін, сіздің керемет болып тұрған крышаңыз, оның барлығы сөгетіледі ғой. Қисаят, мүлдем бәлкім құлап қалмас, бірақ бір жағына қарай ығысуы мүмкін. Тап сол сияқты ғой, сіз кейін қарай қайтасыз. Мысалға бүкіл жаңағы қазір 30 жасыңызды жаңағы 30 қабат деп алайық, 30-шы қабатты тексересіз, 29, 28 астына түсе бересіз, бүкіл жәрісі соғып шығасыз. Мысалға мына жерде бір кірпіш кетіп тұр ма, оны мүлдем бір ауыстырып тастап, басқа бір балалық шақты жазып алмайсыз ғой. Бірақ қарау керек. Мысалға сол балалық кезде адамдар магический мышление, енді магиялық ойлау көбірек болады да, және де басқаша ойлау мүмкін. Шындық негізі басқаша болуы мүмкін мүлдем. Ал ол нәрсені жаңағы ересектерден сұрауға батыл жетпей, сондай бір қорқынышты оқиға деп те ойлап жүру мүмкін. Ал шындығында реальность, енді шынайы оқиға ондай қорқынышты болмауы мүмкін, бірақ ол бала көзімен сондай бір алапат қорқынышты нәрсе деп көруі мүмкін.
немесе шынымен бір үлкен ауыр конфликт болған шығар. Кішкентай кезіндегі сол енді фрустрация деген болады. Мысалға былай бір ұзын жіп деп алайық, адамның өмірі. Мына жерде бір 3 жасында ауыр оқиға болды. Бір зорлық зомбылық болсын, қол көтеру болсын. Енді зорлық зомбылықтың түрі бар ғой, моральный зорлық зомбылық бар, физикалық бар, жыныстық бар. Сол нәрсені былай бір түйіншік деп алайық. Сол түйіншік бәрібір өзінің деген, бәрібір өзінің бар екенін білдіріп тұрады ғой. Бір түйткіл, шешілмеген түйткіл болып тұрады. Тап сол сияқты ол кішкентай кезге қайту регрессия деп айтылады. Яғни сіздің бала жақтан бастап құрылған фундаментіңізге қарау. Кейбір жағдайда мысалға мынандай оқиға болады. Бала жатырда қалады. Кейбір мындай деп алайық, енді ешқандай кейс емес, бірақ бір мысал. Ол бір адамды жоғалтудан қорқа беруі мүмкін. Мен қорқам, мен адам жоғалтудан қорқам. Өзінің мысалға жоғалтқан ештеңесі жоқ. Мысалға әкесі бар, анасы бар деген сияқты, бауырлары қасында. Бірақ сөйтіп зерттеп келгенде, енді анасы аяғы ауыр кезінде, анасы бір үлкен жоғалту өткерсе, өз анасынан айырылып қалуы мүмкін. Тағы не, оның алдын бір баласы шетінеп кетуі мүмкін. Сондай бір анасының жоғалтуы балаға әсер етеді. Мысалы, ол жатырда ештеңе көрмейді, білмейді. Бірақ эмоциялық тұрғыдан осы бір напряжение іште тұрғаннан кейін ол өзінікі емес, тіпті анасыныкі болуы мүмкін. Сосын ары қарай осыны бөліп қарау. Менің анам осындай қиын жағдайдан өтті, жаным ашиды, аяймын, бірақ ол мен емес, ол менің анам. Менің қазір айналам түгел, бауырым бүтін, балаларым тірі, күйеуім қасымда деген сияқты шешесінің травмасы мен өзінің травмасын бөліп қарау. Яғни біз бала кезде енді бала ол әлемге ананың көзімен қарайды ғой. Анамен бәрібір идентификация болады, өйткені ананың жатырынан бір денеден шыққаннан кейін. Сол мына жерде мынау менің анамның көзқарасы, анамның травмасы, мынау менікі деп бөліп қарау. Сол кезде адам өзі тыныштала бастайды. Сонда қазір қарасаңыз, Гүлзат ханым, екінің бірі менің өзімді бақытсыз сезінемін, ішімде уайым бар, ертеңімнен қорқам, өткеніме өкінемін деп жүр. Кез келген адамды алып қарасаңыз. Бұған себеп сонда не болуы мүмкін? Және бұны артқа қайтпай, жаңағы коучингтер арқылы, небір техникалар, жаңағы небір практикалар қазір көп қой, реклама жасалып жатқан. Солар арқылы түзеп алу мүмкін ба? Енді бетін сипап қою мүмкін. Мысалға, жай бөлмедегі генеральный уборкамен, мысалға тек қана полды жумай, кілемді ұстап алу. Екі түрлі ғой. Мысалға, сіз генеральный уборка жасасаңыз, тек ұстап қойсаңыз, бәрі шаңның иісі қалады. Жерде қоқым жатпауы мүмкін, бірақ бөлмеде шаңның иісі тұрады. Ал еденді жуыңыз, терезені сүртіңіз, барлығын тазалап алыңыз, бір свежий иіс тұрады ғой. Тап сол сияқты сіз жаңағыдай бірнеге барып қалғаннан сізге айтуы мүмкін. Сізге тіпті коуч жаңағыдай тауып алып, жоқ, бұл сіздің проблема емес, анаңыздікі тастаңыз деп жаңағыдай бұйырып бір нәрсе айтуы мүмкін. Сіз мен тастаймын деп көзіңізге елестетіп бәрін жіберуіңіз де мүмкін. Енді мен онша білмедім техникаларын. Енді сондай бір нәрселер болуы мүмкін. Бірақ ол кейін ректе қайтып келеді ғой. Мысалға, ол үшін бәрібір енді бұл қанша жылғы қайғы деп алайық. Мысалы, оның туылғаннан бастап 25-тегі адам болсын, 25 жылғы қайғыны бәрібір оған ұзағырақ уақыт керек. 2,5 жыл керек шығар, енді былай мөлшерлеп алғанда шамамен. Оған 25 жыл керек емес. Сіз 25 жыл қайғырдыңыз ба, тағы 25 жыл емделіңіз деген емес. Бірақ 25 жыл қайғыңызға бәлкім 2,5 жыл керегірек шығар. 2 айда, 2 күнде деген нәрсе, ол тек сіз бетін сипап қоясыз. Немесе жаңағы угры деп алайық. Ол шыққан кезде ол ішек қарынның мәселесі ғой. Ал оны бүйтіп жаңағы тоналкамен жауып қойып, тағы басқалармен опадалаппен әдемілеп қойып, сіз әдемі болып жүре аласыз. Бірақ оны жуғаннан кейін сіздің бәрібір бетіңіздің жаңағы угри, безеулер барлығы тұрады. Сонда сіздермен 2,5 жыл жұмыс істегеннен кейін жаңағы 25 жасар жігіт өзіне сенімді, бақытты болып кете ме? Негізінен ешқандай гарантия бермейміз. Біздің неміз осындай. Бірақ ол негізінен барлығы бәрібір өзіне керек тұсын алады. Бәрібір ол 2,5 жыл бұрынғы келген өзімен, мысалға, жаңағы қалай, қазақшасы қалай болады. Мүмкін түнеріп жүрген шығар, мүмкін таппай, өзін түсінбей жүрген шығар. Бәрібір 2,5 жыл бойы ол зерттеді ғой. 2,5 жыл бойы бүгін неге түнеріп жүр, неге ақшасы азайып кетті, неге келіншегімен ұрысып жатыр, неге баласын ұрады деген нәрселердің бәрібір жауабын алды. Одан кейін терапияға келген адамдардың
бәрібір ақшасы өседі психоанализге. Енді мен әріптестерімнен де білем, өзімнен де білем. Мен 3 жыл бұрын келдім ба, мен 3 жыл бұрын мемлекеттік жұмыста жасадым, қазіргі ақшам бәрі менің 10 еседен асып кетті. Одан кейін қаржылық өсуі ол да бар, эмоциялық айналасымен қарым-қатынасының өзгеруі ол да бар. Мысалға келіп, мүмкін маркетинг жағынан әлсіздігіміз де осы шығар, бірақ енді бәрібір біз де адамбыз ғой, Құдай емеспіз, гарантия бере алмаймыз. Бірақ бұл метод психоанализ әдісінің өзіміз татып көргеннен кейін, енді мен өз атымнан айта аламын. Менің 3 жыл бұрын психоанализге келгенде мен қандай болдым, мен қазір қандаймын. Алғашқы клиент қабылдаған кездерім қандай болды, мен 3 жыл тәжірибеден кейін қазіргі клиент қабылдауым қандай. Мысалы, мен ол кезде менде бір пациент болған, бастапқыда мен 500 теңге қабылдадым. Бір ауыр жағдаймен келді, 1,5 сағат бойы жылады. Соңында ол кісінің маған айтқаны, сіз маған ұнадыңыз, көмектестіңіз, бірақ ақыңыз 500 теңге, мен қалмаймын деді. Енді оның алдында 10 мыңға ма басқа бір адамға барған. Яғни, ол жаққа ақшасын төлеп қайтты, бірақ мына жақта ол 500 теңге құнсыздандырып кетті. Яғни мен ол 3 жыл бұрынғы 500 теңгемен отырған жоқпын, әрине баға да өсті. Енді терапиясын өткізді делік толық. Одан кейін ол адам қайтадан депрессияға түсіп кетпей ма? Қайтадан өзін басқарып ұстай ала ма өмірінің соңына дейін? Өзінің сезімдерін басқарып, өзіне өзі есеп бере ала ма ол адам? Или артқа кетіп қалуы мүмкін ба? Депрессияға түсуі мүмкін, өйткені ол өмір бәрібір стресстен тұрады. Егер біздің өмірімізде стресс, депрессия бір болмаса, біз зона комфортадан шықпайтын едік. Біз өспейтін едік. Біз жаңағы алғашқы қауымда адамдар үңгірде тұрды ма, тап солай үңгірде тұра беретін едік. Стресстің белгілі бір деңгейде адамның өмірінде болуы керек. Бәрібір адам ойлап тұру керек, мен икум услугым төлеуім керек, мен машинамды қарастыруым керек, мен тағы не ипім болса налогтарын қарауым керек, лицензиямды создыруым керек деген сияқты. Осындай стрестердің болуы адамды алға жылжытады. Бірақ ол нәрсе жаңағыдай шегінен тасып, адам тіпті стресске, депрессияға көміліп, сол диваннан тұра алмай жатып қалса, ол кезде көмек керек. Яғни мөлшері бар ғой. Мысалы, ол асып та кетпеу керек, аз да болмау керек. Мысалға, ешқандай уайым қайғысы жоқ, өзімен өзі жүрген адам ол ақшасын таппайды да. Ол бала ұқсап, әке-шешесінің қасында жүре береді, 30-40-қа келсе де. Мысалға, тіпті тұрмыс құру, үйлену де ойында болмауы мүмкін. Ары қарай ұрпақ өрбітем, не біреуді жақсы көрем дегенде бір қызығушылықтар болмауы мүмкін. Уайым қайғысы жоқ адам, ешқандай стрессі жоқ адам. Өйткені асырайтын шешесі, асырайтын әкесі бар. Ал ондай стресс мүлдем болмауы да дұрыс емес. Ал стресстің жаңағыдай төбеңізден төніп, үстіңізге үйіліп, депрессияға көміліп, тұра алмай қалу ол да дұрыс емес. Сіздердің терапиядан өткеннен кейін қаншалықты иммунитет қалыптасады осыған деген? Өзін-өзі басқарып, ары қарай алып кете алады адам? Мысалға, бәрібір енді түрлі адам бар ғой. Бізде 3 деңгейге бөлеміз: психотик, невротик, пограничник. Мысалға, әркім бір психотик үшін ол конфликт, жаңағыдай агрессиясын ол басқара алмай, сыртпен көбінесе жауласып кетуі мүмкін. Біздің жұмысымыз, сондай адам келсе, сыртпен конфликті көп, там әкесімен де ұрсады, шешесімен де, күйеуімен де, әйелімен де, енесімен де, атасымен де, бәрімен ұрсып жүрген адамды бір осы ұрысын доғару. Яғни бұған осы адамдармен, айналасындағы адамдармен үйлесімді өмір сүруге үйрету. Ал оны тек қана үйрету дегенде, ол мектептің мұғаліміндей бүйт сөйт деген нәрсе емес, оны бірге үйренеміз. Ал невротик үшін оның арпалысы оның ішінде. Мысалға, мен мына жерде білмеймін, мен қолымды бүйтіп көтеріп қалып едім, сізге тиіп кете жаздады, ренжіп қалдыңыз ба екен, мен сізге оны айтпаймын, ішімнен сөйтіп ойланып, уайымдап, ойбай, ұят болды деп өзімді өзім жей беретін болсам, бұл ішкі арпалыс. Мен сізге шынымен ұрып атқан жоқпын, бірақ ішімнен сөйтіп, мүмкін менің бір қарағаным қатты болып кетті ма, Заңғар мырза ренжіп қалды ма деп сөйтіп өзімді өзім жей беретін болсам, ол менің ішкі арпалысым. Ол адамның ішкі арпалысын тоқтатуға жұмыс жасаймыз. Яғни келген А точкасы әркімде әртүрлі болады, Б точкасы әрине әртүрлі болады. Өйткені жаңағыдай анамны жинағаннан кейін стратегия құрамыз. Мысалға, мына кісі осы деңгейдегі адамға ұқсайды. Бұнымен мынандай жұмыстар жасалу керек, мынандай сөздер айтылу керек. Мысалға, бір адам аптасына 3 рет шыдаса, бір адамға әзірге аптасына 1 рет болады, 3 рет ауыр деген сияқты. Стратегия құру арқылы оның әрине өмірін өзгертуге әбден мүмкін. Ол енді әртүрлі, мысалға тіпті
психоанализ бағытындағы психологқа келгенде адамдарда кері реакция жаңағыдай теріс пікір емес, енді ашуын айтуы мүмкін, көңіл толмауы мүмкін, бірақ бұның өзі жаңағыдай пациент келіп мені ұрсып кетті, маған ұрсып кетті, дымда көмектескен жоқсыз, қолыңыздан ештеңе келмейді, ана жердегі коуч 1 сағатта мені тек шаш бұтарлап бәрін істеп беретін еді, сіз отырсыз әлі маған 1 жыл келдейсіз деп мені ұрсып кетуі мүмкін, агрессиясы маған төгілді, үйіне барғанда күйеуімен ұрыспайды, баласын ұрмайды деген сияқты. Өйткені мына жердегі эмоциялық контейнер ішіндегі чаша эмоциялығын алды да ішіндегі қара бояуын бәрін менің кабинетіме төгіп кетті. Окей, зато үйіндегілерге барып ұрыспайды, қарсы шығармайды. Енді сонда адамның миы бір сәтте өзгереді дейсіз ғой? Иә, бұл өйткені енді мына нейрондар жүйесінен қарағанда бір жаңа тіл үйрену басында қиын болады ғой. Я болмаса, білмеймін, осы күнге дейін 10-да тұрып келдіңіз, бір күнде 6-да тұрып кету ол қиын ғой, тіпті 21 күн керек, ең кем дегенде 21 күн керек деп айтады ғой, бір жаңа дағды қалыптастыру үшін. Неге ол қиындау? Өйткені ми белгілі бір условияда солай қорғанып өмір сүріп қалды, психика солай қорғанып өмір сүріп қалды. Енді оны ары қарай дағдыларын өзгерту үшін бірінші оны сендіру керек. Ол бұрынғыдай, мысалға, мен мынандай ситуацияны алайық, жаңағы бір ер бала болсын, ата-анасымен көбінесе жаңағы бытовой отбасылық зорлық-зомбылық болған, мысалға кәдімгі үйінде сабақтан әрі келген сайын әке-шешесімен қырылыс, енді үйде тыныштық жоқ. Ол адам үшін енді қорғаныс механизмі қандай болады? Ол ары қарай өзін қорғап үйренеді. Мысалға оны әкесі салып жібермес үшін, немесе тағы ішкілікке салынып кететін болса, енді ондай оқиғалар көп қой. Кеңес үкіметі кезінде енді бәрі жаппай депрессияға кетті, әйел де ішті, еркек де ішті деген сияқты. Мүмкін сырттан адамдарды әкелуі мүмкін, бірге ішуі мүмкін. Сондай кезеңдерде ол өзін қорғау үшін бір механизмдер ойластырады. Мысалға, ол білмеймін, бір қолмен бәрін бүйтіп, біреу қолын көтеріп қалса, оны орайында жатқан жоқ, былай ұстап жүру мүмкін. Ол автоматик кетеді. Тағы мысалға қандай да бір сөздер алуы мүмкін, немесе өзі ересек сияқты көрініп жүруі мүмкін, немесе қолына бір ұстайтын пышағы, я басқа бір нәрсесі болуы мүмкін. Яғни қорғаныс механизмдерін жанына бүйтіп сайлап алады. Кейін ол оны ұмытпайды. Кейін мысалға ол өссін, ержетсін, бір жерде бастық болсын, бәрібір жаңағы өзінің қорғап қалған қорғаныс механизмдері, өзін осы күнге дейін қорғап келген әрекеттер әрі қарай оған бір сенімді серіктер болады ғой. Мысалға, ол бір адаммен жаңағы бизнес партнерімен отырып сөйлесіп отыр, ана кісі бір келіспей жатса, енді бір пікір әртүрлі, екі түрлі пікірлер болады ғой. Сол кезде келіспей жатқан кезде ол мысалға ашуы, агрессиясы бір алдына мас адам ұрайын деп төніп тұрғандай болып шығып кетуі мүмкін. Бірақ осы жерде оның жаңағыдай, бұл бизнес партнер, бұл жерде мысалға сіз сөзіңізді, өзіңіздің позицияңызды басқаша дәлелдей аласыз дегенге оған да бір уақыт керек. Яғни мына психический реальность пен шынайы реальностьті ажыратуды үйретесіздер, көмектесесіздер ғой, негізгі мақсаттарыңыз. Ал енді психоаналитиктер, психологтар кеңес бермейді дейді. Негізінен кеңес бермейді, өйткені енді әркім өз-өзіне жауапты деген нәрсе айтамыз ғой. Енді мен өз басыма жауаптымын, сіз өз басыңызға. Егер сіздің бір шешімдеріңіз үшін мен жауапкершілік алып қойсам, екі адамның жауапкершілігі, тағған жақта 4-5 пациентім бар, олардікі сонда 7-8 адамдікі. Мысалы, мен клиент болсам, өзімнің проблемамды шеше алмадым, сізге ақыл сұрап келіп төлеген жоқпын ба мен, или басқаша ма? Ол мынандай нәрсе ғой. Мысалға, неге маған кеңес беріңіз деп, неге ол адамдар олай сұрайды? Біріншіден, ол кеңесті алады, сосын ары қарай қате болған жағдайда кінәлайтын адам бар. Мен емес қате жасаған. Маған кеңесті берген көрсетқаным, оңбаған сол кісі кінәлі. Яғни мен жауапкершілікті сезіне алмаймын. Пациент жауапкершілікті сезіне алмайды. Оны жаңағыдай оған дейін әке-шешесіне кінәласа, мүмкін жаңағыдай әке-шешесінің тұрмысы жақсы болмады, артынан тағы үйленді, өзінің тұрмысы жақсы болмады. Мына жердегі жақсы болмау ол өзінің де бір жауапкершілігі ғой. Оны алады да, әке-шешем қырылды, сол себептен деп әке-шешесінен көре берсе, яғни өз басына жауапкершілік алмау. Бұл жерде ешқандай ересек позиция жоқ. Ал не үшін ақша төледім дегенде, бұл бір сырттан енді бәрібір әркімнің мамандығы бар. Сіз мысалға
киімді алайық, мүмкін киім тоқи алуыңыз мүмкін, бірақ профессияңыз басқа. Жоқ, мен барлығын өзім істеймін деп киіміңізді өзің тоқып, ар жаққа да ақша төлемеймін, мына жаққа да ақша төлемеймін деп отырсаңыз, онда сіздің өзіңіздің негізгі фокусыңыздан айырыласыз. Тап сол сияқты біз жаңағыдай бірнеше факторлар айттым ғой, жаңа супервизиямыз бар, теориямыз бар, практикамыз бар. Оған біршама жылдар кетеді. Оны үйренуге мына жақта меңгеріп отырған адам бар да, сіз соған барасыз да жүгінесіз. Бірақ ол жерде кеңес бермейді, ол жерде пациенттің көрмей тұрған, пациенттің өзін жасырын болып тұрған бір аспекттерді көрсетуге көмектеседі. Яғни өзіне сезіндіру арқылы көмектеседі. Мысалға жаңағы отрицание деп айттым ғой, адам кейбір моменттерді жадысынан ысырылып кетуі мүмкін. Мысалға жаңағы тұс, мысал келтірдім ғой, жатырда жатқанда анасы қайтыс болса, бұның жаңағы мен жалғыз қалдым, менде ешкім жоқ деген тревожностьті балаға беріледі. Бірақ ол ойламайды ғой. Мысалға тіпті анасынан сұрамауы да мүмкін. Сен жүктілік кезінде қалай өткердің деген нәрсені. Көп жағдайда ондай нәрсені сұрамайды. Бұл енді біз маман ретінде осындай бір теориясын оқимыз. Сол теория арқылы, практика арқылы бәрібір басқаша көре аламыз. Ал осы адамның өзі көрмей тұрған моменттерді сыртынан бақылауын айтып беру үшін, және де яғни бұл анализдегі процесс деген бұл көзге көрінбейтін бір дерексіз мәселе ғой. Басында сіз психологқа келгенде енді зерттейсіз, қарайсыз, бір аты болады, Инстаграм болсын, әлеуметтік желі болсын, яғни бір идеализациямен келесіз. Мына адам маған көмектеседі, мен ақшамды беремін деп. Артынан ол психологты ортамаңда жек көре бастауыңыз мүмкін. Отырады, үндемей, көзі бақырайып, ақшасын алып, ештеңе де айтпайды, кеңес те бермейді. Кәдімгі иттің етін жек көресіз, кетіп қалғыңыз келеді, бәлкім тым біреулерге жамандауыңыз мүмкін, тағы бір артып кетсе, бір жерде негативный комментарий, яғни жек көріп кетесіз. Бірақ артынан келе баста бұл сезімдер де жоғалады. Яғни адам бұл жерде анализде маңыздысы психолог емес, ол психологтың сіздің өзіңіз анализге алуыңыз. Мысалға, мен неге қазір ашуланып тұрмын? Бұл жерде мен ашуланып тұрған мына жерде там мысықтың, күсіктің, баламның, әйелімнің қатысы жоқ. Менің ар жақтағы бір өзіме сенімсіздігім ба, немесе өткен тарихымдағы бір оқиғалар әсер етіп тұр ма деп өзі анализге алуы. Бұл терапияда тіпті психологтың тұлғасы емес маңызды, адамның өзінің тұлғасы және өзі анализге білгенше жалғасады. Яғни адамға өз өміріне жауапкершілікті өзіне артып сезіндіруге көмектесесіздер ғой. Өз жауапкершілігін өзіне қайтару, яғни ересек позициясы. Ал енді мен мысалы психологияның түк хабарым жоқ, депрессияда жүрмін, жатырмын, телефон шұқылап. Бір коучтар шығады, барам. Мен депрессиядамын осындай десем, маған өзіңді сүй, өзіңді жақсы көр, содан бақытты болып бастайсың дейді. Мен қайтып сүюім керек өзімді. Ол не өзіңді сүю, өзіңді қабылдау деген. Мақұл, анау айтты екен деп мен өзімді жақсы көрем, өзімді сүйем деп кеудемді көтеріп алып, ешкімді менсінбей білгенімді істеп жүруім керек па? Әлде олар сөйтіп айтқанмен оны маған сезіндіре алмайды. Сіздер соны сезіндіре аласыздар ма? Өзіңді сүюдің не екенін мен іштей сезіне аламын ба сіздермен жұмыс кезінде? Мысалға, бұл жерде мен өзімді сүймеймін деп келсеңіз, сізге сұрақ, не үшін сүймейсіз? Жауап әртүрлі болуы мүмкін. Енді мысалға, жалпы мысал айтайын, мен өзімнен жиіркенемін деп айтуым мүмкін. Не үшін? Тағы ары қарай кетеді. Мысалға, кішкентай кезде бір зорлық-зомбылық болды. Немесе мен мастурбация жасап едім, сол нәрсе үшін мен өзімді кінәлі санаймын, мен өзімнен жиіркенемін деген нәрсені айтуы мүмкін. Немесе мен өзімнен жиіркенемін, өйткені әкем ба, шешем ба маған түрің құрсын, ұсқының құрсын деп өмір айтып келді деп айтуы мүмкін. Тағы мен өзімнен жиіркенемін, мен анам қыз күтіп еді, мен ұл болып туылдым, мен өзім қыз болмаған үшін өзім жек көремін деп айтуы мүмкін. Жауап әртүрлі шығады. Енді өзіңді сүй дегеннен, ол кісінің не үшін өзін сүймейтінін білмей, ол кісіге сүй деп айта алмаймыз. Жаңағыдай кейін қарай қайту керек. Не үшін өзін сүймей жатыр, не үшін жек көріп жатыр, оның айтында қандай травма тұр, неше жылдық травма тұр. Мысалға, мен өзімді жек көремін деп те айтуы мүмкін. Мен қателік жасап, әйеліме қол көтердім, бауырыма қол көтердім, осы бір оқиға ісім дұрыс емес еді, осыдан кейін мен өзімді жек көремін деп айтуы мүмкін. Яғни жауап әртүрлі болады. Сол жауапқа сай, ол неше жылғы жара және оның деңгейі қандай. Мысалға, мен кішкентай кезімде зорлық-зомбылық көрдім, сол себептен өзімді жек көремін деп, мен мастурбация жасадым, соған өзімді кінәлі санаймын, жек көремін деген адамдікі екі түрлі. Мастурбация жасайсыз ба, жарасы жеңілірек. Ол табиғи процесс. Оны бәрібір жасамайым, қашам деген нәрсені жаңағы советтік үкіметіндегідей секс жоқ деп өмір сүре алмаймыз ғой. Сол себепті де оның енді
әртүрлі жауап шыға ма, ол жауаптың салмағына қарай оның деңгейі де әртүрлі. Значит, мен я люблю себя, я лучший, я хороший, я богатый деп айта бергеннен мен ішімде өзгеріс бола ма, болмай ма? Мысалы, коучтар осындай тапсырма берді, аффирмация айт, визуализация жаса, осы кезде өзіңді сүйіп бастайсың, өзіңді қабылдап бастайсың. Мен соны істесем өзімді сүйіп кете аламын ба? Бұл енді нарциссттік мәселе де шығар. Нарциссттік өзіңді алдау. Нарцисс дегеніміз кім? Нарцисс дегеніміз өзінің планкасы сыртқы жоғары, тек жауабында мен, ең кереметі мен, ең сұлуы мен, ең ақылдысы мен, сендер ешкім емес, өзі ғана бар. Жаңа нарцисс деген аңыздың өзі былай ғой, жаңағыдай бір сұлу жігіт болады, оған бәрі ғашық болады, бірақ ол ешкімге қарамайды. Соңында айды жаңағы көлдің бетінен өзін көріп қалады да, өзіне ғашық болған соң ана көлге ұмтылам деп ол соған түсіп кетеді да, сол жерде өледі. Содан кейін ана нарцисс деген гүл бар емес пе, әдемі, сол жер сол гүл шығады дейді. Енді бұл аңызы сондай, сол грек аңызына сүйеніп жасалған. Нарцисс, мені керемет, сырты керемет, мүмкін ол барахолкаден киінбейді, тек брендовый киімдер заказ береді, сол жақтан ғана алады, клиент қымбат нәрселер киеді, бірақ мына қымбат нәрселердің бәрін шешіп тастағанда оның өзіндік тұлға ретінде құндылығы нөл болуы мүмкін. Мынау жаңағы $500, анауысы миллион, мынауысы миллиард болып тұруы мүмкін, бірақ сол сыртқы брендтердің бәрін шешкенде ішінде ештеңе қалмауы мүмкін. Жаңағы сөздерде ол енді қазір 20-шы ғасыр нарциссер заманы деп айтады, қателеспесем Отто Кернбергтің сөзі. Бұл енді нарцисс болып сіз өзіңізді, мен кереметпін, мен әдемімін деп басыңыз. Сіз сұрақты сәл түсінбедіңіз. Мен мысалы өйстіп депрессияда өзімді сүймеймін, өзімді қабылдамаймын деп жаңағы оқымаған, 2 апталық 3 апталық курс оқымаған техника беретін психологтарға барсам, осыны беруі мүмкін. Өйстіп айт, осындай аффирмация айт, осылай жаз, сол кезде сен өзіңді қабылдап бастайсың дейді. Сіз өзіңізді солай мақтай беріңіз, сендіре беріңіз, бірақ шынайы бағаңыз өзіңізге қандай? Мен әдемімін деп айтыңыз, бірақ өзі әдемі көрмей тұрсаңыз, мысалға салмағыңыз асып кетті, ал сізді өмір бақи жаңағы мамаңыз басқалары қабақ, дәпті өліп алып деп өмір бақи сынап келген адам оған енді мына сөзіне сенбейді. Мен там стройныймын деген нәрсеге. Немесе жаңағыдай мен ақылдымын, мен баймын деп айтыңыз, бірақ ана жерде табатын айлығыңыз 50 мың әзер жезіп жүр, сіз бәрібір енді реальность бар ғой. Тестирование реальность деген нәрсе бар, яғни шынайылықты бағамдау. Сіздің шынайылығыңыз бен мына аузыңыздағы айтқан сөзіңіз сәйкес келмесе, ол бәрібір екі жақта бір-біріне қарама-қарсы келіп қалады. Визуализация деген нәрсе бар, яғни сіз мен мынандай жетістікке жетемін деп нәрсені фантазиялайсыз, өзіңіз бір сезінесіз, бірақ соған сай әрекет жасайсыз. Мына жақта әрекетіңіз жоқ, аузыңыз бар, бірақ өзіңізді жаңағыдай басыңыздан сипай бересіз, бірақ не үшін сипайтыныңызды білмесеңіз, ол да бір ішіңізден екі түрлі ағым келіп қалады ғой. Мен әдемімін дейсіз, бірақ оған өзіңіз сенбесеңіз, жаңағыдай оған сізге оған дейін бір әдемі екеніңізді айтқан адам болмаса, туғандарынан, жақындарынан. Сонда жаңағы психологтардың беріп жатқан техникасы маған анонизмді үйретіп отыр ма? Ол енді белгілі бір деңгейде көмектесетін шығар. Жаңағы визуализация деңгейінде, егер әрекеті болса, бірақ әрекетсіз сіз бұлай айтып отыра бергеннен, енді мен білмедім, ол көбінесе бір нарцисстердің әңгімесі сияқты. Мен ғана кереметпін, қалғандар. Енді осы мәселеде психоаналитик қалай көмектеседі? Өзін қабылдауға қалай көмектеседі? Жаңағы өзінің нормальный адам екенін, әдемі екенін адам қалай сезінуге көмектесесіздер сіздер? Жаңағыдай айтқандай, бірінші не үшін әдемі емессіз, сол жағынан жұмыс жасай аламыз. Бірінші неге әдемі емес деген түсінік қаяқтан келді, кімнен келді. Екіншісі, әдемі болу үшін не істегіңіз келеді. Мүмкін әдемі болу үшін маған жаңағы бір күшті кафеге бар тамақ ішсем болады деген нәрсе керек шығар. Мен әдемі болу үшін балдарымды әдемі сүюім керек. Мен әдемі болу үшін жаңағы күйеуіммен, әйеліммен әдемі күліп ойнап жүруім керек. Сондай бір нәрселер айтады шығар. Ол адамның әдемі болу деген критерий қандай? Соған сай әрекет жасау. Сосын ары қарай енді жаңа кеңес бермесе психологтарға не үшін ақша төлеймін дедіңіз ғой. Бұл негізінен, сіз қаражатты психологқа төлейсіз, оның психикалық аппаратын сол моментте арендаға аласыз, өзіңіздің жаңа бойл травмаларыңызды бересіз, бірақ ол психолог жинап алып қарап отырады деген емес. Психолог соның барлығын мысалға, мына жеріңізде сіз қазір ашулысыз, өйткені мына жаңағыдай оқиға, бір балалық шағыңызда мынандай бір оқиға болды. Немесе сіз қазір психозда осындай нәрсеге ұшып кеттіңіз, өйткені жаңағы жас босандыңыз, немесе
мынандай бір өміріңізде травма болып жатыр, мынандай бір өзгеріс болып жатыр деген сияқты нәрселерді скомпоновать деген қалай, яғни жинақтап бір кері қарай өзіңізге қайтарып береді. Яғни умаждалып жатқан бір мысалға проводтарды умаждалып алып отырғаннан сіз бәрі бүйтіп орнына жинақталған түсініктірек болады. Сол кезде түсінесіз, мысалға менің өмірімнің бастауы, я осы агрессияның бастауы, не ақшасыз жүруімнің бастауы осы жақтан жатқан екен ғой. Сонда былай айтсақ бола ма, Гүлзат ханым? Психологпен жұмыс деген, мен балалық шағыма қайтып, өзім қалаған, ішімдегі қалаған өмірді қайтадан психологтың көмегімен өзім құрастырып келем. Сол кездегі ата-анам, мысалы менің ойымша ата-анам дұрыс тәрбие бермеді деп келдім ғой мен сізге, мысалы психолог ретінде. Сонда өзім қалаған тәрбиені, өзім қалаған форматты өзім құрастырып шығам ғой, психологтың көмегімен. Өйткені жаңа әке-шешені кінәлай беруге болады. Бай болмадыңдар, мені Гарвардқа түсірмедіңдер. Бірақ ары қарай ересек екеніңізді еске түсіру. Ол еске түсіру деген, мен там 30-та кем, 40-та кем деп бір күнде еске түсіру емес, мына жағыңызбен түсіну. Мен ересекпін, мен қаласам Гарвардқа қазір де бара аламын. Ол үшін мына нәрселерді жасау керек. Яғни адам өзіңіз айтып тұрғандай сценарийін жаңадан жасалады. Ол новый әке-шеше болып жаңадан туылады деген емес, символикалық түрде өз қалаған сценарийін жасалады. Сонда жаңағы коучтар, жаңағы техника беретін, бір күнде проблеманы шешетін психологтардан пайда көре алмаса, одан жүрегінің тыныштығын таба алмаса, басын таумен тасқа соғып болса адамдар, сіздерге келе берсе болады ғой, негізінен ол солай да келеді. Жаңағыда өйткені бір мысал айттым ғой, ол да сол бір коучтық нәрседен келген адам. Енді ол кісілер де көмектесуі мүмкін. Әрине әріптестеріміз, әрине бір помогающий көмектесетін профессияда жұмыс жасаймыз. Бірақ бәрібір адам өз жанын емдемей, өзге біреудің жанына қол сұғу, меніңше ол ондай әділетті емес. Өйткені бәрібір адамның жаңағыдай өзі терапиядан өткен адам өзінің қай кезде ұшып кете жаздады, қай кезде бір терапияны тастап кете жаздады, қай кезде қиын болды. Терапияға келген уақытта бір айналасында өкпе реніші бір өршіп кететін кездер болады. Сол кезде қалай ол өткерді, сол нәрсені басынан өткерді, білет. Сондықтан да ол бәрібір алдына келіп отқан басқа жанның жанына бір әлдилеп қарайды. Кей кезде айтуы мүмкін, кей кезде ол интерпретация қаттырақ айтылуы мүмкін, енді қаттырақ деген орысу емес. Кей кезде аялап жеткізуі мүмкін, бірақ өзі сол нәрсені татып алғаннан кейін өзгенің жанын аялай алады. Мысалға тек қана мен ақша табам деп бүкіл 100 адамды былайынан жинап алып, ары қарай тек мен өзімді жаңағы как нарцисс құсап, мен ғана керемет, мен ғана әдемі, мен ғана білгіш, мен айтқанның бәріне жүріңдер деп отырса, ол енді қалай айтсам болады, ол кезде мен клиенттердің ақшасына өзім патологиямды емдеп отқаным болады. Ал бұл жерде клиенттер өзінің өмірін түзеуге жауапкершілік алғысы келмей, мынау маған көмектеседі деп просто ақшаны беріп жатқан сияқты нәрсе ғой. Енді әркімнің де бәрі өз пациенті бар. Көбінесе жаңа енді көріпкелдер деп алайық, мысалы ол кісілердің де пациенті бар. Былай қарасаңыз, тағы не, мысалға бір нәрсе әулиелер, рухтар бір нәрсе дейді, олардың да пациенті бар. Жаңа айтып отқан коуч, олардың да пациенті бар. Гештальт, транзактный анализ, КПТ, олардың да пациенті бар, психоанализдің де пациенті бар. Бәрібір кімнің деңгейі қай жаққа жетеді, ол сол жаққа барады. Біреуге мысалға жаңағы көріпкелге келіп жүрген пациент маған келсе, маған айтуы мүмкін, сіз деген әншейін біреу екенсіз ғой, ана жақта мынандай әулие деген бар, барлығын шешіп берді, маған 10 жыл болашағыма прогноз айтып берді, тап сол нәрсе келді деген. Енді ол нәрсе де әртүрлі. Мысалға көріпкелдер жаңағыдай айтып жатады ғой, мына жерім ауырып кетті, сенің бүйрегің ауырады екен деген сияқты, ондай бейсаналы түрде сезіну болады. Бірақ бізде енді теориямен біз әкеліп келтіреміз. Немесе жаңағыдай маған 10 жылдық болашағымды айтып берді деген, ол адам бір биологиялық компьютер сияқты ғой. Мысалға ата-анасы кішкентай кезінде айтуы мүмкін, сен адам болмайсың деп. Ол адам бір 90%, 80% адам болмауы мүмкін. Бір адам айтуы мүмкін, сен жаңағыдай ертең керемет адам боласың, сен жетістікке жетесің, жұлдыз боласың, сен сахнаның адамысың, 90% ол сондай болады. Яғни бұл да бір әулиелік сияқты ғой. Ал тап сол сияқты жаңағы ана кісінің бүйтіп айтып бергеніне ол сенді да өзін программалады. Яғни адам биокомпьютер. Сол программаға 10 жылда өзі жетті деп қойды. Негізі жеткен өзі. Енді біздің алдымызға келген пациенттерде ол негізі еңбек өзінікі, бірақ көмектесетін адамдар болады. Біреуге көріпкел көмектеседі, біреуге психолог көмектеседі. Түсінікті.
Енді сіз бұл білімді кімнен меңгердіңіз, қалай меңгердіңіз, сол туралы айтып берсеңіз. Анна ханымнан, Анна Құдиярова Мергенбайқызы. Алматыда Орталық Азия психоанализ институты бар. Яғни бұл офлайнда келуге болады, яғни мектепке келген кезде біз офлайн жүздесеміз. Одан кейін негізінен сабақ онлайн. Оған бірінші түсу үшін, бұл енді институтқа түсу үшін, біз жоғары оқу орнына түсу үшін мектепте оқимыз ғой. Тап сол сияқты бұның ең алғашқы бір әліппесі оқытатын психоанализ негіздері 6 айлық курсы бар. Бұл жерде мысалға жаңағы мен айтып кеткен теориялар, адамның дамуы, мысалы жатырға біткен кезде оны қалай өмірге қарсы алды. Одан кейін анасының омырауын езу, енді ауыз сатысы деп айтады. Одан кейін анус сатысы, яғни баланы горшокке үйрету. Негізінен адамның мысалға ақшаға деген отношениесі осы кезеңге байланысты, кішкентай кездегі. Егер ата-аналар сол кезде баланы ұрып соғатын болса, я солай тәрбиеленген бала болса, ол бір әсерін бәрібір береді. Ақшадан қорқуы мүмкін деген сияқты, өзі табыстауға қорқуы мүмкін. Енді бұл қазір былай айтып отқанда бір-біріне байланыспайтын дүниені неге бір-біріне байланыстырып жатыр? Қуып отырмын алар деп ойлауы мүмкін, иә. Бірақ мына қазақ түсініктерде бар ғой, енді түсінде бір сондай, енді қалай айтсам болады, экскременты, сондай бір нәрселер көретін болса, адам бай болады деп айтады. Енді бұл да тегін нәрсе емес шыққан. Енді бұлар неге байланысады? Мысалға, одан кейін тағы Эдип кезеңі бар, жасөспірімдік кезең бар. Осы кездегі кеткен травма қалай әсер етеді? Мысалға, бүгін темекі тартып жүрген, арақ ішіп жүрген, тағы не қандай да бір тәуелділігі бар болған адам болса, ол мына неге барады? Ауыз сатысына барады. Яғни анасы омыраудан қалай шығарды? Оның енді былай қарасаңыз, сүтті балайық, ол сүт ішеді ғой бала. Мына жақта ол арақ деген нәрсе, ол да ішеді. Ол да бір аузына бір соска тыққандай салады, бірақ бұл жерде улы сүт. Неге ол улы сүт оған керек болып жатыр? Иә, бәлкім бір той-томалақта сіздің ішуіңіз норма шығар, бірақ сіз ішіп алып айналаңыздың бәрінің өмірін қиындатып жатсаңыз, онда уже ойлану керек шығар. Ары қарай түбіңізге қайтып зерттеу керек шығар. Бұл енді жаңағы қандай проблемаларды шеше алады дегенге келеді. Одан кейін енді бұл жердегі білім жүйелі. Сіздің жаңағы адамның бойында болатын әртүрлі кезеңдер, мысалы бала туу болсын, бұл әкеге қалай әсер етеді, анаға қалай әсер етеді. Одан кейін түрлі депрессиялар, олардан шығу жолдары, одан кейін қорғаныс механизмдері, мысалға невротик үшін ол қандай, психотик үшін ол қандай. Яғни жүйелі білім бар. Иә, бұл негізінен теория қиын деп қана қашып кету емес, көмек өте көп. Өйткені жаңағыдай ағылшын психоаналитиктері, француз, сол жақтың психоаналитиктері бар, және ол жерде аударма болады орыс тіліне, өйткені бәрібір орыс ұлтынан қазақтар, Қырғызстаннан, әртүрлі елдерден оқиды, одан кейін қазақшаға бөлек аударамыз. Яғни орысша контент, одан кейін қазақша контент бөлек беріледі. Және де енді басында бәрібір психологтар бір оқып шыққаннан кейін оларға поддержка керек болады. Я, мен теорияны алдым, я, мен ары қарай мүмкін жеке анализ өтіп ату мүмкін, супервизия өтіп ату мүмкін, клиентті қай жақтан алам. Бұл жақта енді мен өзім ең бірінші бастағанда маған үлкен көмек болды, өйткені Анна ханымның бәрібір авторитеті бар. Анна ханым бұл салада қай жылдан бері жұмыс жасап жатыр? 30 жылдан ары қарай асып кетті. Яғни ол кісіге сенеді. Ол кісі как бренд деп айтайын, психоанализдегі бренд. Мысалға бәрібір мынандай келетін пациенттер бар. Сіз Анна Құдиярованың шәкірті деп естідім, сол үшін келдім. Олар маған келіп отырған жоқ, мысалға олар Гүлзат Қанатты танымауы да мүмкін. Бірақ Анна Құдиярованың шәкіртін таниды. Яғни бұл жерде енді ол реклама үшін бөлек ештеңе төлеп жатқан жоқпыз, ешқандай шәкірті. Бірақ осындай рекламалар, мысалға мына менің курсантым, мына тәлімгерлігімнен өткен студентім деген сияқты рекламаларды Анна ханымда және институттың басқа да мұғалімдері оны жасап береді. Яғни ол кісілердің 30-40 жылдық тәжірибесі бар, авторитеті бар, жеке бренді бар. Енді олардың саясында бізде өз көлеңкемізде тұрамыз деген сияқты ғой. Яғни біз оларды тірек қыламыз. Осы жағынан көмектеседі. Және ары қарай ол 6 айлық курс бітіп қалғаннан кейін сопровождение, қазақша қалай көмектесу шығар, ол жойылып кетпейді. Өйткені 20, 21, 22, 23 жылғы потоктар бар ма? Барлық курсанттармен ортақ чат бар, телеграмда бар, ватсапта бар. Олар яғни сұрағын тікелей сол жаққа жаза алады, біле алады. Мысалға супервизия қандай жағдай болып жатыр, поддержка бәрібір қалады.
Содан кейін ары қарай сол психоанализ негіздерін бітіргеннен кейін егер жалғастырам десе институтқа түссе болады, немесе өзіме өміріме пайдаланам десе сол жағынан қалады. Кешегіде сол конкурс болды, 16 қатысушы қатысты, мен тыңдап отырып енді менде бір мақтаныш болды команда үшін. Өйткені командада шынымен өте үлкен жетістікке жеткен. И ол нәрсені айтатын болсақ, біздің әрқайсымызда бар. Қаржылық жағынан 10 есе өсті, 10 еседен де асып кеткен шығар қазір. Сол қаржылық жағынан. Содан кейін отбасы жағынан бәрібір конфликттер болады. Ол конфликтті сіз мүмкін анада мені жек көріп тұр деп ренжіп, оған ары қарай кетіп қалуыңыз мүмкін, бірақ оның бейсанасы не деп тұр, менің бейсанам не деп тұр. Өйткені соны курста оқығаннан кейін адамның айтып тұрған сөзінен бөлек ар жағындағы бейсанасының нәрсесін көруге мүмкін. Өзіңдікінде тап солай. Мысалға мен мына нәрсені айтқым келіп тұрған жоқ, мен мысалға оған осындай бір ауыр сөз айтқым келмеп еді ғой, бірақ менің бейсанамда не тұр деген сияқты өзін анализдей алады. Одан кейін курста енді практикалық тұстар көп. Анна ханымның өзі мастер-класс деп айтуға болады. Сондай мастер-класс көрсетеді. Яғни бұның барлығы құпия. Негізгі сабақтардың барлығы запись болады. Запись барлық уақытта қалады. Яғни там 6 айдан кейін, 5 айдан кейін үзіп тастаймыз деген нәрсе жоқ. Оны қайталап көрсе болады. Яғни бұл қайталау үшін. Бірақ сол мысалға осындай практикалық сабақтардың сол моментте қатысу керек, өйткені құпиялық үшін жазылмайды. Сол кезде мысалға живую Анна ханымның, енді ол Анна ханым бәрібір Орта Азиядағы психоанализдің классигі. Сол кісінің қалай қабылдайтынын көре аласыз. Яғни басында түнеріп жылап келген адам, енді оны көру керек. Басында басқаша отырады, басында бүйтіп қуыстанып отыруы мүмкін. Соңында ол қалай күледі, қалай жадырайды, қалай дауысы жарқын-жарқын шығып кетеді. Оны көргеннен кейін адам сол нәрсеге ұмтылады. Талап та бар, бірақ талаппен қоса ол қаталдық емес, ол қолдау да бар. Сосын екінші жағынан енді психоанализге келген адам бәрібір кеткісі келмейді. Өйткені бұл жерде қай салада да өсу бар. Кешегі мысалға ютубтан 16 конкурсанттың оқиғасында қараса болады ғой, енді ол кісілер көбісі ашық айтты. Ал тап сондай нәтиже психолог ретінде менде де, әріптестерімде де бар. Енді біз бір-бірімізден не істейміз, келетін клиенттерде де бар. Яғни психолог боламын деп талпынып жүрген кісілер келу керек пе болған, или өз жанымды емдесем деп әртүрлі курс, коучингке барып жүрген кісілер келсе де бола ма? Мысалға мектепті біз бәріміз оқимыз ғой. Тап сол сияқты бұл психоанализ негіздері курсы барлығы үшін деп айтар едім. Ол психолог болсын, болмасын. Өйткені бәрібір ана болатын болса, ол контейнер болу деген, яғни мысалға балаңыз жылап келді, қолын соғып алды, оған мысалға жылама, бар әрі деп айтсаңыз, ол қоймайды, ол одан сайын аңырауы мүмкін. Ойбай, қолың соғып алдың ба, әкел сүйіп жіберейін деп соған бір контейнер болатын сөз айтсаңыз, онда балаңыз бүйтіп өкпесін айтады, бір-екі үш ұртеді, сосын қоя қояды. Ары қарай жұбанып кете қояды. Яғни бұл да бір контейнер болудың шағы мысалы. Ал солай сіз ана бәрібір өзінің балдарына контейнері болады. Ал ол ананы да контейнер ететін адам керек қой. Ол күйеуі. Мысалға күйеуі қай жерде қалай поддержка бере алады. Енді әртүрлі ситуациялар бар. Мысалға күйеуі жоқтар бар, әйелі жоқтар бар, балалары бар. Сол ситуацияға қарай бәрібір психоанализ әртүрлі мәселелердің барлығын қарайды. Мысалға қазір бедеулік бойынша акция болып жатыр. Бұл жерде де мысалға первичный бедеулік, вторичный бедеулік барлығын қарастырады. Бұл жерде енді қалай, мен жаным бар, енді жан бәрімізде бар, психика бәрімізде бар. Соған мен қандай да бір сауатты, экологичны өмір сүргім келеді. Соған сондай қарым-қатынас жасағым келеді, өмірімді жақсы жаққа өзгерткім келеді, өмірімнің көлеңкелі тұстарын қарастырғым келеді. Жалпы осы өмірде мен үйлесімде, бақытты, тыныш, бай, бақуатты өмір сүргім келеді деген адамның барлығы келсе болады. Құрметті достар, менің түсінгенім психоанализге шілей миы көп, бірақ жүрегінде тыныштығы жоқ адамдар келеді екен. Яғни емші, құшнаш, бақсы, балгер, молда, әулие, коуч, мотиватор, энергокоуч, квантовый скачок. Тағы не бар еді? Осындайлар көп қоя. Бізге әулиелер де келген. Осының бәрінен өтіп болып, ешқайсынан жүрегі тыныштық таппаған кезде, сіздердің баратын адамдарыңыз, келетін адамдарыңыз осы психоаналитиктер екен. Айтып кетсеңіз жаңағыңыз. Жаңағы әулиеден есіме түсіп кетті, бізде курста енді мен 1 жыл куратор болдым, оның алдында оқыдым.
сол кезде осындай жұмыс жасаған адамдардың өздері келген, кейін осы салада қалып қойғандары да бар. Өйткені ар жақта ол түсінбесе, ар жақта мысалға анализі жоқ психологтар көбінесе жаңағы әулие тағы басқа клиент адам қабылдайтын, адамның мұңын тыңдайтын адамдар өмірден ерте өтіп жатады. Оны мысалы тарихтарынан қарасаңыздар болады. Неге? Өйткені әр адамның мұңын тыңдап өзіңе ала беру ол ауыр. Ол бәрібір сіздің бүйтіп адамның өмір жасын қысқартады. Ал бізде біз клиенттің мұңын естідік, ауыр болып кетуі мүмкін. Барамда өзім психоаналитикіме айтам, супервизор болып шығарам. Яғни мен өзім ішім тазалап аламын. Ол кісілер ары қарай өздерінікіне барады, ары қарай солай кете береді. Бұл сондай бір поддержка. Мен бұрынғы мемлекеттік қызметімде де ол осындай жақын болған адамдарға көмектесетін жақ. Выгорание болды, өйткені ол жақ мемлекеттік жақ. Бұндай бір қолдау болған жоқ. Яғни выгораниеден алып шыға алған жоқ. Мен психоанализді көргенде бұл жақта мен кәдімгідей қолдауды көрдім. Тіпті ана сот оқиғасы деген нәрсені ол желіге шықты. Соның өзінде де Анна ханым ол мықты поддержка болды. Егер Анна ханым болмағанда мен тіпті психолог болып қалмас едім дегенді де жаздым. Енді осындай выгораниеден алып қалады, тірек болады. Және де ол тірек болу деген ана әке-шеше ұқсап бүкіл жауапкершілігіңді алып әлдилеп отыру емес, жауапкершілігін өзіне қайтарып есейтіп отыру. Сондықтан да енді психоанализге бір келген адам ол көп жағдайда кетпейді. Сонда адам психолог таңдаған кезде мына үш критерийге қарау керек қой, супервизиясы бар ма, жеке анализі бар ма, өзінің жеке терапиясы и теориясы қандай ассоциацияға қарайды. Өйткені мысалға өзі бір бағытқа тұрақтай алмаған, біресе гештальт дейді, біресе жаңағыдай коучинг дейді, біресе психоанализ дейді, біресе транзактный дейді. Өзі айналаға секіріп жүрген адам сізге бір тұрақтылықты береді деген нәрсе ол кішкене күмәнмен қарайтын нәрсе. Түсінікті. Гүлзат ханым, мына нәрсені айтсам уақыт болмай қалды, ішімде қалып кетті деген нәрсеңіз болса айтсаңыз болады. Жалпы психолог дегеніміз жаңағыда айттым ғой, бір 3 кит деп айтайық енді. Жаңағы супервизиясы, анализі, теориясы осылар қатар болу керек, және де өмір бақи оқу дейді ғой. Біз өмір бақи анализден өтеміз, өйткені әртүрлі тағдыр келеді. Ал бұл үшін енді анализден өту ол қымбат удовольствие. Мысалы, ол психоаналитиктердің өзіне өткенде біреуде $80, егер ақш-тағыларға барса $100, ол 50 мың, 90 мың, 100 мың, енді ол аптасына 4 рет өту. Яғни, мына нәрсені көрсеткім келеді. Осы салада қаламыз, аптасына 3-4 реттен, 5 реттен анализге барамыз, яғни оған келіп отыратын ақша да бар. Я ол пациенттерден, я ол басқа тұстан, яғни адамда бәрібір энергия пайда болады. Ақша деген ол энергия ғой. Сіздің жаңағыдай ішіңізде жүрген конфликттерге кетіп жүрген осы күнге дейін энергия ақша табуға кетеді да, бәрібір басқаша уровень болады. Ол қаржылық басқа уровень, мәдени басқа уровень. Мысалға, басында тек қана бір тіл біліп келген адам бір 3-4 жылдың ішінде 4 тілде, 3 тілде еркін төліп кетуі мүмкін. Сондықтан да ол қай саладан көтерілу болады. Гарантия бермейміз, өйткені бәрібір жаңағыдай Құдайдың рөлін алмаймыз. Бірақ сонда да бір психоанализге келген адам бәрібір өседі, бәрібір өзгереді. Құрметті достар, егер де сізде жаныңыз ауырып, мына ататылған жаңағы персоналардың ешқайсынан жаныңызға ем таппай қиналып депрессияңыздан шыға алмай жүрсеңіз, сізге Орта Азия психоанализ институтын ұсынамыз. Бұл жерде мамандар сізге айына бар жоғы 50 мың теңгеден бастап жұмыс істеп көмектесуге дайын. Хабарлассаңыздар болады. Және де Анна ханымның жаңағы курсының демо версиясын, яғни вебинарын сілтемемен қазір қалдырып кететін боламын. Сол сілтемеге өтіп, өзіңізді зерттеп, мен неге бүгін мұңаюдамын, мен неге бүгін депрессиядамын деп сұраққа жауап іздеген болсаңыз, сол вебинардан табатыныңызға сенімдімін. Соны қарасаңыз болады. Ал Гүлзат ханым, рахмет сізге уақыт бөліп келгеніңізге.